әрдайым запас көшет алып қалу керек, өйткені өлім жетім болады қанша дегенмен көшет болғаннан кейін. Сол себепті жылда осындай запас көшет алып қаламын, қияр болсын, қызанақ болсын. Мына жерде біреу өлген екен, алып тастадым. Мындай ағашпен тесіп үйге саламын қазір. Мына кассета ексеңіз осындай оңай болады. Үстіп қойып, түгін қысып шығамыз. Қазір су жібердім. Көрініп тұрған шығар уже. Су кетіп жатқан. Қазір 1 сағаттың ішінен зәктеп шығатын аңыз. Осылай түбін топырақ тастап, ұялап деп айтады, ұялап қойдым. Өйткені мына көлеңкенің астына ауа кіретін болса, астынан шөп өсіп шығатын болады. Мына Құдай қаласа, өткенде еккен қызанақтарымыз гүлдейін деп жатыр уже.